Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Ақерке. Бүгін біз сіздермен өте дәмді болып шығатын орама тағамын жасайтын боламыз. Ең алдымен чашкамызға ұнымызды електен өткізіп құйып аламыз. Одан кейін бір жұмыртқамызды салып, бір ыдысқа жылы суымызға тұзды ерітіп аламыз. Одан кейін тестамызды илейміз. Тестамыздың тығыздылығы өте қатты болмау керек. Орташа тығыздықта илеп, екіге бөліп, осылай ию қандырып қойып қоямыз 20 минутқа. Міндетті түрде 20 минут ию қану керек. Ол тестамыз дайын болғанша етімізді ұсақтап турап аламыз. Болмаса фарш пайдалансаңыздар болады. Мен фарштың орнына етпен жасағанды жақсы көремін. Сол себепті етті ұсақтап турадым. Одан кейін пиязымызды ұсақтап тураймыз. Пиязымызды жақсылап ұсақтап турап алғаннан кейін картошкамызды да соломка түрінде турайтын боламыз. Өйткені картошкамызды мантыдағындай ұсақтап төртбұрыштап тураудың қажеті жоқ. Орамада ол пісіп кетеді. Сол себепті бір шетінен өзіңіздің уақытыңызды экономдау үшін де дәл осылай ұсақ соломка күйінде жасасаңыз өте жақсы болады. Барлығын жақсылап турап болғаннан кейін тұз бұрышын, дәміне қарай қызыл бұрышын барлығын саламыз. Мен дәмді болу үшін бір шетінен орамам құрғақ болмас үшін сұйық майдан құямын. Сонда өте дәмді болып шығады. Содан кейін барлығын жақсылап араластырамыз. Еті мен картошкасы бір-бірімен жақсы араласуы қажет. Толыққанды араласып болғаннан кейін осылай қойып қоямыз. Енді тестамызды жаятын боламыз. Бір келкі қып, жұп-жұқа қып тестамызды жайып бастаймыз. Оқтаудың көмегімен жаямыз. Бір-біріне тестамыз жабыспас үшін ұнды сеуіп отырамыз. Өте жұмсақ болып жұқа болу керек міндетті түрде. Сол кезде дәмді болып шығады. Мінекей өте жұқа, менің астындағы пленкаңыздың суретіне дейін көрініп тұру керек. Осылай жұқа қып қамырымызды жайып алғаннан кейін подливымызды салып бір келкі қып жайып шығамыз. Толықтай подливін жайып болғаннан кейін осылай ортасынан бөліп аламыз. Содан кейін орамамызды уже жинай бастаймыз. Шетінен орап шығамыз барлығын. Осылай орағаннан кейін
фантоваркамызға салып 45 минутқа қоямыз. 45 минуттан кейін дайын болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Дәл осындай видеоларда көптеген түрін шығаратын боламын. Колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Рахмет.